Бұл жерден кешкі уақытта бос орын табу қиын. Мына кісілердің барлығы қайда дәмді қуырылған ыстық балық сататынын біледі. Балықтарының дәмді болғаны соншалық жұрттар сағаттап кезектерін күтіп отырады. Бұрын тек қуырылған балық қана сататын, ал қазір мәзірге ыстық тамақтарды да қосты. Мысалы, мына томьямды қараңызшы, ішінде теңіз өнімдері деген толып тұр. Басқа жерлерде семга мен креветке ғана салатын болса, ал мында мидий, кальмар бәрі бар. Дәмі енді керемет. Бағасы да арзан, 2800 теңге. Негізі бұл жердің балықтарының бағасы басқалармен салыстырғанда өте арзан, себебі халықтың жағдайын ойлап өте қолжетімді қылып қойған және сапаға да қатты мән береді. Сондықтан да болар, кешкі уақытта бұл жерден бос орын таба алмайсыз. Сол үшін міндетті түрде бронь жасап қойыңыз, себебі халық та біледі қайда дәмді балық жеуге болатынын. Астана бойынша 3 нүктесі бар. Дәл осы видео Тәуелсіздік 38-5 мекенжайында түсірілген. Ішінде шағын балаларға арналған ойын алаңы бар. Егер сіз машинамен келетін болсаңыз, дәл алдынан орын таппасаңыз, жанында жаңадан салынып жатқан үй бар, соның алдына қоя тұрсаңыздар болады. Өзім 1 жылдан бері балықты отбасымызбен тек осы жерден ғана жейміз. Ең дәмді балық, өздеріңіз көріп отырсыздар, халық бағасын беріп риза болғандықтан 1 жылдың ішінде 3 точкасын ашады. Сығанақ 11, Мәңгілік ел 51 және Тәуелсіздік 38-5 мекенжайларында орналасқан. Өзіңізге қайсысы жақын, сол жаққа барып дәмді балықтан жеп қайтсаңыздар болады. Осы видеоны жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыз және астаналық таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыз.